Алма қосылған өте дәмді шарлотка пирогын дайындаймыз. Жасалуы өте оңай, сондықтан менімен бірге көріңіздер. Ол үшін ыдысымызға жұмыртқаларымызды салып алғаннан кейін қантымызды жай-жаймен қосып, миксердің орта жылдамдығынан жоғарғы жылдамдыққа қарай массамыз 2 есеге көбейгенше жақсылап араластырып аламыз. Қант пен ұнымыздың мөлшері бірдей болады. Ұнымызды жаймен қосып, миксерді де жай жылдамдықта араластырып аламыз. Алмаларымызды сыртынан тазартпай-ақ, ортасындағы дәндерін ғана алып тастап, әдемілеп турап шығамыз. Мен видеода көріп тұрғандарыңыздай турадым. Оларды тапаға салып, үстінен қоспамызды құйып, жақсылап тегістеп араластырып аламыз. Бұл алма мен қоспаның біркелкі арасының таза болып пісуі үшін бетін тегістеп болғаннан кейін 180 градуста 40-45 минутта пісіріп аламыз. Егер беті пісіп асты шикі болып жатқан жағдайда, оны түс шұқығыш арқылы тексересіздер. Ол кезде бетін фалькамен жауып, тағы да кішкене уақытқа қойып қоясыздар. Осымен біздің пирогымыз дайын, өте дәмді болады. Асты алма, үсті кішкене корочка, сондай енді керемет дәм. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, ас болсын.